Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 96-97 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгінгі біздің тапсырма Exercise number 4, Listen, point and repeat, then match. Тапсырма бойынша тыңда, қайтала, одан кейін сәйкестендір дейді. Бұл бізде тақырыпқа байланысты жаңа сөздер. Ең алдымен әр сөздің аудармасын тауып алайық. Бірінші сөз get wet, су болу. Екінші сөз sail, қайықпен жүзу. Үшінші сөз water ski, су шаңғысы. Төртінші сөз surfing. Бесінші сөз pool, бассейн. Алтыншы сөз dive дегеніміз сүңгу. Енді әр сөзді суретпен сәйкестендіреміз. Бір get wet, су болу, A суреті. Екінші sail, қайықпен жүзу, F суреті. Үшінші water ski, су шаңғысы, D суреті. Төртінші surfing, B суреті. Бесінші pool, бассейн, C суреті. Алтыншы dive, сүңгу, E суреті. Exercise number 5, listen and match. There is one extra child in the picture. Бұл жерде тапсырма бойынша 1-ден 5-ге дейін балалардың аты жазылған. Берілген суретте көрсетілген балалардың қайсы екенін табуымыз қажет. Бұл тапсырма бойынша арнайы тыңдалым бар, соны тыңдап орындаймыз. Қай бала не істеп жатқандығы туралы анықтауымыз қажет. Қазір арнайы аудио қосылады, соны тыңдап белгілейміз. Can you see Betty? Betty? Yes, that's Betty. She's diving. Oh yes, Betty can dive very well. Who's the boy surfing? Is that Oscar? No, Oscar isn't surfing. Bob is surfing. Oscar is swimming. Who's the girl eating an ice cream? Eating an ice cream? Ah, that's Molly. Molly is eating an ice cream. There are 2 boys sailing. Oh yes, I can see them. That's Andrew and his brother. Which one is Andrew? Andrew is wearing green shorts. Exercise number 7, complete the sentences, then match. Бұл ережені оқымас бұрын, ең алдымен study spot, соны ережені үйреніп алуымыз қажет. Are you sailing? Yes, I am. No, I am not. Dive. ING жалғанады. Diving. Swim. M және ING жалғанады. Swimming. Бұл жерде present continuous'тың, яғни дәл осы шақтағы ереженің формуласы көрсетілген. Бұл жерде сұраулы сөйлем болса, are you sailing болады. Сен қайықпен жүзесің бе? Оған жауап беретін кезде, я жүземін, yes, I am, жоқ, жүзбеймін, no, I am not деп жауап береміз. Дәл қазіргі уақытта сен жүзіп бара жатсаң, етістікке ING жалғанады. Енді осы ережеге сәйкес тапсырманы орындайтын боламыз. Бірінші сөйлем Paul is water skiing. Бұл бізде A суретінде көрсетілген. Екінші сөйлем They are sailing. Бұл бізде C суретінде көрсетілген. Үшінші The dolphin is looking at you. F суреті. Төртінші Derek is diving. E суреті. Бесінші сөйлем Bill and Mark are surfing. D суреті. N is fishing. B суретінде көрсетілген. Exercise number 8, read and complete. D және я. Бұл тапсырманы 7-ші тапсырмада жазылған секілді ING қосып тапсырманы орындаймыз. We are having a wonderful time here in Spain. It's sunny and we are at the beach. Saule is water skiing and Kanat is diving in the sea. Asil and Akbota are swimming and I am writing this postcard. Spain is fantastic. See you soon. Love, Damir. Құрметті Жания, біз Испанияда керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Күн ашық, біз жағажайдамыз. Сәуле суда шаңғымен сырғанап жатыр. Ал Қанат суда сүңгіп жатыр.
Әсел мен Ақбота суда жүзіп жүр. Ал мен осы хатты саған жазып жатырмын. Испания керемет. Көріскенше. Махаббатпен, Дамир. Exercise number 9. Thinking. Take roles, continue the conversation. Бұл жерде рөлдік ойын, яғни осы рөлді ойынды оқып, арғарай жалғастыр делінген. Суреттегі сөйлемдерді оқиық. Hi Дамир, how's Spain? Сәлем Дамир, Испания қалай дейді? Hello Жания, сәлем Жания. We are having a wonderful time. Біз керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Дейді. Дәл осылай өздеріңіздің әңгімелеріңізді жазып шықсаңыздар болады.